Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай ерекше әдемі дәмді салат жасайтын боламын. Оны алдымен дайындау үшін бізге сәбізді осылай үкіштен өткіземіз. Ұзынша көзінен өткізіп аламыз сәбізді. Бұл сәбіздің ерекшелігі майонезсіз біріншіден, екіншіден диетический салат деп те айтуға болады. Барлығын осылай үкіштен өткізіп аламыз сәбізді. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіз. Тез дайын болатын салат, және де барлығына ұнайды деген ойдамын. Бірден жеп қояды, желінетін салат және дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Екінші, болгар тәтті бұрышын тураймыз. Түрлі түстін қолданған жақсы, сол кезде салатыңыз әдемі көрінетін болады. Барлығын осылай жіңішке қылып турап шығамыз. Келесі ет тураймыз. Етті де осылай жіңішке етіп тураймыз. Менде жылқы еті, кез келген ет түрін қолдануға болады. Етті және жұмсақ қалпында турасаңыз, кішкене турау қиындау болады. Осындай ұзынша қылып, сол себепті қатып тұрған кезде сәл тураңыз. Енді қызып тұрған майға етті салып қуырып аламыз. Достар, бұл салаттың рецептісі сіздерге ұнап жатқан болса, маған каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Етті қуырған кезде көп қуырмаңыз, тез піседі. Бұл ет жұмсақ, сондықтан аз ғана қуырып, су тартылғанша қуырасыз да, үстінен болгар тәтті бұрышын қосып араластырасыз. Енді үстінен дәмдеуіштерді қосамыз, араластырамыз, және де 2-3 минутқа ғана араластырып қуырып алыңыз. Сол жеткілікті. Көп қуырудың қажеті жоқ. Соңында осылай салатқа күнжіт қосуға болады. Күнжітті қосып, тағы да аздап араластырамыз. Болгар тәтті бұрышында қуырып болдым. 1-2 минутқа қуырсаңыз жеткілікті. Ол одан кейін де жұмсарады. Ал көп қуыратын болсаңыз, езіліп кетуі мүмкін араластырған кезде. Сол үшін көп қуырмаңыз. Одан кейін сәбізге осындай чим-чим приправасын қосамыз. Дәмдеуішін қосып алып араластырамыз. Дәмдеуішті араластырып болғаннан кейін 5 минутқа қойып қойсаңыз болады. Сол кезде сәбіз жұмсарып, сөлі бөлініп тұрады. Енді осы корей сәбізіне үстінен бағанағы пісіріп алған болгар тәтті бұрыш пен етті қосамыз. Мен кішкене ыстық қалпында қосып жібердім. Негізі салқындаған кейін қоссаңыз болады. Енді барлығын араластырамыз. Сәбіз, болгар бұрышы және ет қосылған салаттың дәмі ащы, тәтті және өткір болуы мүмкін. Сол себепті дәмін өзгертіп, өз қалауыңызбен жасауға болады. Нәтижесінде біз кешкі асқа да, мерекелік үстелге де беруге болатын өте дәмді салат дайындадық. Салатты осылай тарелкаға салып, үстіне майдалап туралған көк шөпті себіп ұсынуға болады. Өте әдемі көрінеді. Салатты дайындап болған соң, дәмді болу үшін салатты холодильникке 20-30 минутқа қойып қоюға болады. Содан кейін тарелкаға салып ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.